Құрметті партнерлар, құрметті лидерлар, Telegram барлықтарыңызға сәлем, Instagram барлықтарыңызға сәлем. Өзімді таныстыра кетейін, жаңадан келген кісілер болса, есімім Мақсат Ахметбек, өзім Қарағанды облысы тумасымын. Қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осында еңбек қыламын. Өзім негізі мамандығым бойынша мен қаржыгермін, финансист. Сол салада көп уақыт банк саласында біраз уақыт жұмыс істедім, қызмет қылдым. Кейіннен бизнеспен біраз уақыт сол кәсіппен айналыстық. Кейіннен коронавирустан кейін бәрін осында инфобизнес, сетевой бизнес саласына өтіп кеттім. Соңғы осы 4-5 жыл тек қана желілік бизнес, сетевой бизнеспен айналысамыз. Қазіргі таңда мен инфопродюсермін, нутрициологпын және желілік бизнес эксперт ретінде өзімді таныстырамын. Қазіргі таңда мен Dandelion компаниясының партнер, Dandelion компаниясының желіні дамыту директор қызметін атқарған едім. Қазіргі таңда тек қана директор ретінде өзімнің командам, өзімнің обучение, зумдар өткізіп, өзіме команда жинаудамын. Енді танысқаныма қуаныштымын. Менің ақпараттық спонсорым демеушім ол Шыңғыс Далханов, Астана қаласында советник статусындағы. Одан бір жоқ менің спонсорым бұл Роза Балабиева, или Какимова дейді қазір, Роза Какимова. Ол кісі қазір директор статусында Астана қаласынан. Және ең жоғарғы менің лидерім бұл барлықтарыңызға мәлім Марал Тажикенова, супердиректор статусындағы. Осы бизнестің бастамасын негізін қалаушы болған Марал Тажикенова. Осылай менің спонсорым. Осылай. Барлықтарыңызды қуаныштымын. Енді естеріңізде болса, кешегі таңғы жаттығуда біз орыс тілінде спонсорымыз перелив бере ма, бермей ма, беру міндетті ма деген сияқты тақырыпты ашқан болатынбыз. Негізінде бұл тақырып көптен бері басқа да региондардан, басқа қалалардың біздің лидерлардың менен өтініш сұрап, бұл тақырыпты ашып кішкенде түсіндіріп айтсын. Бір өтінішпен негізі бастау. Бұл енді жалпы әрине мәлім, бәріне белгілі бір тақырып, бірақ бұндай тақырыптарды қайталап айта бергеннен ешқандай зиян болмайды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, кеше біз орыс тілінде өткізген болсақ, бүгін енді тура осы тақырыпты қазақ тілінде өткізіп, кішкене орысша түсінбейтін қазақ тілді аудиториялар көп қой. Соларға да қарапайым тілмен жеткізуге тырысайын. Гүлбарам ханым, қош келдіңіз, қалайсыздар? Мына мықты лидерлар отыр. Мұқаддас ханым, барлықтарыңызға жалын сәлем. Мен таниды. Енді қараңыздар. Біріншіден, перелив деген не, жалпы біздің Dandelion компаниясының структурасын түсінуге тырысайық. Біріншіден, бинар дегеніміз не? Бинар дегеніміз екі аяқ. Бәріміз білеміз, екі аяқ. Енді бір аяғы спиловерский аяқ дейді. Спиловерский или спонсорский деп аталады. Ол не деген? Екіншісі бұл сіздің ішкі аяғыңыз, внутренняя ножка дейді, ішкі аяқ. Спиловерская, внутренняя, спиловерская, внутренняя. Енді бұл оң аяқта болуы мүмкін, сол аяқта болуы мүмкін. Ол сіздің спонсорыңыз сізді партнер ретінде өзінің спиловер аяғына ма, әлде ішкі аяғына тіркеді ма, соған байланысты болады. Енді спиловерский аяғы, спонсорский аяқ дегеніміз не? Соны түсінейік. Біріншіден. Бұл біз өзіміз білеміз. Біріншіден түсінейік. Перелив дегеніміз не? Мысалы, бізде енді екі аяқ қой. Сіз делік екі адамды тіркедіңіз, бинарыңызды аштыңыз. Оң аяғыңызға, сол аяғыңызға бір личник тіркедіңізде, бинарыңызды аштыңыз. Енді сіз екі адам тіркеумен шектелмейсіз ғой. Не істейсіз? Әр қарай личниктерді, жаңағы бірінші линияңызға адамдарды тіркеуді жалғастырасыз. Кімінде 20 адам, кімінде 10 адам, кімінде 50, 60, 70 адам болады. Әркімнің мүмкіндігі қарай ол өзгереді. Енді сол адамдарды қайда тіркейміз? Бұны әрине екі аяқ болғаннан кейін сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша бір оң аяғыңызға, бір сол аяқ
переливпен астына түсіріп тіркей бересіздер. Олар сіздің личныйыңыз болып қала береді. Иә, қала береді. Бірақ структура ретінде астыға түсе береді, кете береді. Яғни, осылай тіркеу арқылы бұны перелив деп атайды, иә, біздің перелив деп атайды. Енді бұның артықшылығы неде переливтің? Переливтің үлкен артықшылығы, сіз тіркеген кезде оның товарообороты, сіз кімнің астына тіркедіңіз, қай аяқ командный товарооборот болып қосылады. Көрдіңіз бе? Яғни, үлкен сіздің бірінші алғашқыда тіркеген үлкен жеңілдік, командаңызға үлкен жеңілдік болады. Вот. Енді бұны перелив деп атаймыз, иә? Білмейтіндер болса, соны түсінейік. Қараңыз, сіздер перелив жасаған кезде бір личныйыңызға не болады? Жаңағы спиловерский, спонсорский, сіз переливпен тіркеген адамдарыңызды, мысалы, делік, менің командам бар, менің бір аяғым переливная ножка, жаңағыдай, и спонсорская нога, или спиловерская нога дейді. Яғни, менен бір жоғары тұрған, менің лидерларым, спонсорларым перелив жіберген кезде, именно сол аяқтан ғана келеді ол перелив. Яғни, переливный партнерлар келеді, товарооборот. Енді сіздің ішкі аяғыңызды өзіңіз жасауыңыз керек. Өйткені қанша спонсорыңыз сізге перелив берсе де, ол ішкі аяғыңызға кетпейді ол партнерлар. Товарооборот қосылмайды, сіз өзіңіз жасауыңыз. Так, енді осы жерде міне нағыз даудың көкесі осы жерде шығады да бізде, өкінішке орай. Мынандай бір қате ұғым бар, иә? Баяғы спиловер аяғын менің спонсорым беру керек адамдарда, мен тек қана өзімнің ішкі аяғымда ғана жасаймын, сол жерге команда құрамын, барлық личниктерін сол жерге жасап беремін деген қате ұғым бар. Неге қате дейсіздер ғой? Біріншіден, бинарный структурадағы, иә, сетевой маркетингтердегі ең бірінші ереже. Сіз өзіңіздің спонсорыңызға қарамай, не істеуіңіз керексіз? Алғашқы $1000 табысқа шыққанға дейін. Енді жобамен былай дейікші, енді 300-400 мың теңге аптасына, постоянный, әрдайым, бір табысқа шыққанға дейін, сіз не істеуіңіз керексіз? Тәртіп бойынша, ереже бойынша, кез келген личныйыңызды біреуін оң аяққа, келесін сол аяққа, үшіншісін оң аяққа деп, кезек бір оң аяғыңызға, бір сол аяғыңызға тіркеуіңіз керек. Бұл ереже. Бұны золотое правило бинарной структуры деп атайды. Бұны неге солай жасаған дұрыс? Өйткені, әрине, енді өкінішке орай, көп адамдар олай істегісі келмейді. Жаңа айтқандағымдай, даудың бәрі қайдан шығады? Менің спиловерский аяғым спонсорына беріп қояды да, мен ішкі аяқпен ғана жұмыс істеймін, сонымен жұмыс істей беремін дейді. Енді қараңыз, неге екі аяққа бірдей партнерларыңызды тіркеуіңіз керек? Алғаш бір 300-400 мың деген, 500 мың деген табысқа шыққанға дейін. Өйткені, сіз қай сіздің партнеріңіздің шынайы жұмысты бизнес құрып кететінін, сайтының, лидер болатынын, табысқа шығатынын біле алмайсыз. Бір жерден де ол сіздің партнеріңіз ойбай керемет сетевик, 20 жылдық тәжірибесі бар, ойбай ол қазір жарат рынокты, бүкіл адамдардың бәрін тіркейді деген қате көбіне бір ұғым пайда болады. Ожидание. Бұл қате бір ұғым. Неге? Сіз біле алмайсыз қай адамның жұмыс істейтінін, қай адамның жұмыс істемейтінін. Бәлкім мүлдем күтпеген адамыңыз атып шығуы мүмкін. Ал енді қараңыз, мен өзім қаржыгер болғаннан кейін банк саласын, сол жерде риск менеджмент дейді, тәуекел. Қазақшасы тәуекел деп атайды, риск менеджмент. Яғни риск, кез келген қауіпті, рискті бизнесті минимумға түсіру керек. Мүлдем риск болмайды деп айта алмаймыз. Тәуекелді азайтуымыз керекпіз. Азайтудың міне бірінші жолы кезек личныйыңызды бір оң аяғыңызға, бір сол аяғыңызға тіркей беріп, екі аяғыңызбен бірдей жаңағыдай партнер тіркеу. Міне
бұл сіздің бизнесіңіздің жаңа риск дейміз ғой, тәуекелді өте дұрыс басқарғаныңыздың белгісі. Яғни орыстар айтады ғой, все яйца в одну корзину ложить нельзя. Ол корзинамыз құлап қалса, не болады? Бүкіл жұмыртқамыздың бәрі жарылады, оны білеміз. Яғни не істеуіміз керек? Риск, тәуекелді азайтып, екіге бөлуіміз керек. Біз не істейміз? Барлық күш қуатымызды, танысымызды, партнерларымызды барамыз да ішкі аяққа тіркейміз да, не болады? Ал енді мен сіздерге айтайын, не болуы мүмкін? Қандай жағдай туындауы мүмкін? Біріншіден, қараңыздаршы, сіздің спонсорыңыз сізге біріншіден, бұл алтын бір ереже сетевой бизнеста, сіздің спонсорыңыз, спонсорский жаңа линияңыз, перелив беруге міндетті емес. Негізі бар ғой, жалпы, егер сіз менің тренингтарымызға қатысқан, естіген, тыңдаған адамдарыңыз болса, мына жерде көп лидерлар бар. Біз событияден кейін тренингтарға да қатыстық, жалпы білінетін ұғымдар. Жертва болудан, яғни автор болуға көшу. Біз өзіміздің өмірімізді, жауапкершілігімізді өзімізге алып, біреуге жала жаппай, өз қолымызға алуымыз керекпіз. Бұны автор позициясы дейді. Қашанда сіз, менің спонсорым көмектеспей жатыр, маған перелив бермейді, маған консультация бермейді, ананы айтпайды, мынаны жасамайды. Біріншіден, спонсорыңызға жалып жасаған адам, бұл жертва позициясын. Не деген сөз ол жертва? Өзіне жауапкершілік алғысы келмейді, өзінің қателіктерін мойындағысы келмейді, жауапкершіліктің жартысын белгілі бір бөлігі не істейді? Барып өзінің мойнына артып қойғысы келеді. Жертва, қазір біздің бизнес позициясында жүрген адамдар, осылар. Ал автор деген не? Автор деген ол өзіне, өмірім менен басталады. Бұл менен басталады бизнес. Ал егер спонсорым маған перелив беріп жатса, нұр үстіне нұр. Ондай спонсордан айналайын. Деп сүйесіз да, мына жеріңізге қоясыз ондай спонсорыңызды. Ал бермей жатса перелив, онда дейсіз да, мына жеріңізге қоясыз да, мың шүкірлік жасайсыз Алла тағала. Неге? Өйткені ол адам сізді осы бизнесқа келуіңізге, осындай ортада болуыңызға, осындай бір, жаңағы қанша табысқа шықсаңыз да, 100 мың ба, 50 мың ба, 200 мың ба, или 1 миллион табысқа шықтыңыз ба, сол табысқа шығуыңызға сол спонсор болып тұр. Бұны ретке келтіріп отырған кім? Алла тағала. Реттеп отыр да. Спонсорына жалып жасайтын адам Алла тағаланың шешіміне, сізге берген рызығына, сіздің берген тағдырыңызға разы емеспін деген әңгіме айтып тұр да. Спонсорға жалып жасамаймыз, бизнес өзіңізден басталады, жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз да, жұмысқа кірісесіз. Бір оң аяқ, бір сол аяқ, бір оң аяқ, бір сол аяқ. Тура солай жұмыс істейсіз. Өкінішке орай, мен директор по развитию сети болып жүрген кезде жалыптар түсіп жататын. Одан бөлек, естіліп жатырмын ба, құрметті партнерлар? Көріндім ба? Енді қараңыздар. Өкінішке орай, бізде Астанада қатты суықтар болып отыр, 35-40 градус аяз болып тұр қазір далада. Мен 2 күн болды үйден жұмыс істеп отырмын. Ешқайда көп шыға алмаймыз. Соған байланысты біздің жалпына интернетте де кішкене ақаулықтар болып тұр. Үзіліп кете береді, жоқ болып кете береді. Сондықтан да түсінікпен қараңыздар.
Енді жаңа айтқандағымдай, иә, құрметті партнерлар, жалғастыра берейік. Бізде спонсорға, яғни ойын бөлініп кетті, қажет тоқта берейін. Ойын бөлініп кетті. Так, жарайды, жалғастыра берейін. Біздің спонсорға деген реніш, я талап қойылмау керек. Неге? Өйткені жаңа айтқандағымдай, қандай да болмасын бір табысқа шыққан болсаңыз, ол сіздің спонсорыңыздың бұған себепкер болып, сіз сондай табысқа шығуыңызға себепкер болған адам. Сіз тек қана шүкіршілік және қанағаттылық көрсету арқылы, минимум, мүлдем көмектеспей қойса да, ол кісі сізді тіркеп бизнестен кетіп қалса да, бизнес жасамаса да, тек қана рахметіңізді, шүкіршілігіңізді білдіріңіз ол адамдарға. Ал егер көмектесіп жатса, көмегін аямайды, переливін беріп жатыр, консультациясын жасап жатыр, келіп қайтады, барып қайтады, онда енді онда отырып жатып шүкіршілік жасаңыз. Енді мен жаңа айтқандағымдай, директор по развитию сети болған кезде көп жаңағындай нелер, арыздар түсіп жататын. Менің спонсорым көмектеспейді, шақырам келмейді, айтам істемейді деген сияқты. Енді қараңыздар, ол да бар. Өкінішке орай, белгілі бір үлкен дәрежеге жеткеннен кейін, мысалы, советник, директор болып жеткеннен кейін, мынандай ұғымдар пайда болады екен. Біз оны көрдік. Ол қалай? Баратта, мысалы, делік, сіздің анау үлкен аяғыңыздан, бір партнеріңіз бар, активный, жұмыс істеп жатыр. Не істейді? Городской презентация өткізеді, бір региондар ашып жатады, не істейді? Өзінің лидерін шақырады, оған промоушн беріп шақырады. Келіп қайтыңызшы, бізге осы жерде бір сөз сөйлеп, бір демеу көрсетіп, городской презентацияда, қалалық үлкен городской презентацияда келіп қайтсаңыз, деп бізді бір қолдап жіберсеңіз, регионға келіп қайтсаңыз, деп ұсыныс жасайды. Өкінішке орай, сен менің большая ножкамдасың, мен саған көмектесмейді, мен слабый ножкамен жұмыс істеуім керек, қазір уақытым жоқ, мен саған көмектесе алмаймын дейді да, кесіп алып тастайды. Сондайлар да бар, өкінішке орай. Бұл әрине жаңағы спонсордың, лидердің үлкен қателігі. Қай аяқта, жаңа большая ножка, үлкен аяқта ма, кіші аяқта ма, маңызды емес. Көмек сұрап жатқан сіздің партнеріңізға қалай да болса жоспарды құрып көмектескеніңіз дұрыс. Өйткені бүгін емес, ертең ол аяғыңызда кіші аяққа айналуы мүмкін. Біз білеміз, спиловерский аяғыңыз ол өзгермейді, ішкі аяғыңыз өзгермейді, бірақ үлкен аяғыңыз бен кіші аяғыңыз апта сайын өзгеруі мүмкін, товар оборотқа байланысты. Осы аптада, мысалы, мына аяғыңыз, оң аяғыңыз үлкен аяқ болса, келесі аптада товар оборот өзгеретін болса, ол кіші аяғыңыз болып кетуі мүмкін, малая ножка, кіші аяғыңыз. Сондықтан да сіз біле алмайсыз, құрметті партнерлар, біле алмайсыз. Алла тағала не дейді? Дінімізде не дейді? Кімге, қандай адам баласына үміт артсаң, сонымен сынаймын дейді. Маған үміт артыңдар дейді, Алла тағала. Маған үміт артыңдар, менен көмек сұраңдар дейді, Алла тағала. Енді қараңыздар, жаңа біз айтып отқандай, партнер өзінің спонсорский линиясынан неге перелив бермейсің, менің бизнесім тоқтап қалды, жүрмей жатыр деген сияқты бір жаңағы, ол да адам баласы ғой спонсор. Спонсорынан, как будто сол спонсор болмаса бизнесі жүрмейтіндей, как будто ол болмайтындай, тоқтап қалатындай, сөйтіп үміт артатын болса, Алла тағала сол адамды сол спонсормен сынайды. Тура солай өзінің партнерына, көмек сұрап тұрған партнерына, лидер болып тұрған адам, егер көмектеспесе, сен андай большой ножкадасың, мен қазір кіші ножкамды нетуім керек, мне невыгодно тебе помогать, мен саған көмектеспеймін, қазір бүйтуім керек, ақша табуым керек деген лидерский позициясын білдірмей, сұрап тұрған, көмек сұрап тұрған партнерына бетін қайтарып жіберген адам, сол аяғымен де, сол партнермен де сыналады сол лидер. Мұны айтпады демеңіз, дәл солай болады. Дәл солай болады.
Неге? Өйткені сол көмек сұрап тұрған партнеріңіз үлкен аяқта да болса да, там бір 20-ші клубинада болса да, ол сұратып тұрған кім? Ол Алла тағала сұратып тұр. Ал егер сізді сондай дәрежеге жеткізіп тұрған сіздің командаңыз, соның товарообороты, біріншіден оны жеткізіп тұрған Алла тағала сізді. Сондай абыройға, дәрежеге, табысқа, рызыққа жеткізіп тұрған Алла тағала. Енді не деп тұр? Алла тағала, енді сен көмектес. Астында саған сеніп келген адамдар бар. Неге сен көмектеспейсің? Неге сен тиын санап кеттің? Неге сен миллион теңге ақша тауып отырып, бір 50-100 мың теңге барып сол жерге шығындалуды тиын санап кеттің? Дейді Алла тағала сізге. Егер сіз солай тиын санап кететін болсаңыз, сол деңгейде қалып қоясыз, түсіп те кетесіз, абыройдан да айырыласыз. Соны берген Алла тағала бір мезетте де алып қою мүмкін. Сондықтан да Алланың ашуына тигізбеңіздер. Ешқашанда, құрметті партнерлар, көмек сұраған партнеріңіздің бетін қайтармаңыздар. Қайтаруға болмайды. Ал енді тек қана жаңағыдай көмекті Алладан сұрап, партнер маған, спонсор маған көмек беріп атса, оған шүкіршілігін жасап, тәубасын қылған адам әрдайым рызық берекенің ішінде қалады. Сондықтан да, құрметті партнерлар, ешқашанда, біз тренингтерде өттік қой, барлығыңыз білесіздер, состояние претензий. Претензия, ол неге істемейді? Бұлай болу керек қой. Ол неге бермейді? Беру керек, ол міндетті, ол. Біреуді міндетті қып қоямыз. Бұндай состоянияға кірмеңіздер, аулақ болыңыздар. Ешкімге еш нәрсе міндетті емес. Сіздің балаларыңыз да сізге еш нәрсе міндетті емес, әке-шешеңіз де еш нәрсе міндетті емес сізге. То есть никто никому ничего не должен. Бұл мен бұл сөзді бір аффирмация ретінде өзім айтып жүрем да. Ешкім маған еш нәрсе міндетті емес. Айтуға да, істеуге де, беруге де, жасауға да. Беруші Алла тағала. Қалғандарың бәрі себепкер. Алладан сұрайсыз, Аллаға шағымдарыңызды Аллаға білдіріңіз. Барып адам баласына шағымданбаңыз. Не надо жаловаться на людей. Не надо быть в состоянии претензий. Оның бәрі ешқашанда жақсылыққа апармайды. Білесіздер, менің осы Қарағанды қаласында осы жексенбі күнде тренинг өткіздім. Сол жерде біз привычки ключевого человека өткен болады. Соның біреуі перекрещивание. Перекрещивание дегеніміз не? Бұл сетевой маркетингтегі өте маңызды құралдардың бірі, тәртіп ережелердің бірі. Яғни, қарапайым тілмен айтқан кезде, жаман ойламау, жаман сөз жасамау, тем более жаман іс жасамау. Спонсорыңызға қарсы, партнеріңізға қарсы, командаңызға қарсы, параллельный линияларға қарсы. Өсек айту, жала жабу, одан кейін не істейміз? Қызғаныш білдіру. Бұның бәрі негатив, құрметті партнерлар. Яғни, сіз енді сетевой тілмен айтқанда, сіз перекрещивание жасап жатсыз. Біз тренингте бұны разборын жасадық та, мысалдармен. Қалай перекрещивание болуы мүмкін? Яғни, мен қазір барып, сетевойда білесіз ғой, алтын ереже бар. Негатив жоғары кету керек, астыға тек қана позитив кету керек. Ол не деген сөз? Яғни, мен мысалы бір негатив ұстап алған болсам, бір жағымсыз бір хабар естіген болсам, оны мен барамда не істеймін? Өзімнің спонсорыма. Спонсорға, спонсор, неге олай емес? Не істейміз? Спонсор, маған бір консультация керек. Бір телефонмен, не болмаса кездесейік. Осындай бір хабар естіп жатырмын, осындай бір жаңалық естіп жатырмын. Рас па, дұрыс емес па? Қалай ол деп, не істейсіздер? Конструктивно, яғни бұл проблеманы шешу мақсатымен, өсектеу, біреуді жамандау мақсатында емес. Яғни анық қанын біліп, бұл проблема болса қалай шешеміз? Неге туындады, қалай туындады деген мақсатпен өзіңіздің спонсорыңызға барасыз. Барып,
әйелдермен шайды құйып алып өсектеп анау жаман мынау жаман бүйтіп жатыр екен ғой, компания жаман, продукт жаман деп өсектеңіз бе, бәрімен перекрещивание. Перекрещивание деген оның соңы не сіз, не ол, не болмаса екеуіңіз бірдей, егер перекрещивание тоқтатпай жалғастыра беретін болсаңыз, әдетке айналдырсаңыз, ақыр аяғы бұл бизнестен кетесіз. Не ол кетеді, не сіз кетесіз, не екеуіңіз де кетесіз. Кіммен перекрещивание ұстадыңыз, сол ақыр аяғы бизнесіңіз тоқтайды. Бұл 2x2 4, 2-де 2 4 сияқты ереже ретінде бұл ереже. Қабылдайсыз, қабылдамайсыз, сенесіз, сенбейсіз, бұл болатын нәтиже. Бұл не сияқты да, мен мынандай мысал берем. Мысалы, алдыңызда не бар? Өзен бар. Өтетін көпір жоқ, өзен терең. Сіз егер жүзу білмесеңіз, мен бұл өзенді жүзіп өтем деп айтып отырсыз. Жүзу білмесеңіз, батасыз ба сол жерде? Терең суда батасыз. Ал енді ойлаңызшы, перекрещивание деген бұл өтірік, ол жоқ, ондай, ол жай бос әңгіме. Мен деп сол өзенді жүзу білмей тұра суға секіріп әрі қарай өтіп кетем десеңіз, қалай батасыз, тура солай. Біліңіз, білмеңіз, бұл бір ащы шындық, бұл заңдылық бар нәрсе да, болған нәрсе. Сондықтан да, құрметті партнерлар, міне уақытта таяп қалыпты. Спонсорларымызға, жаңа біздің жоғары тұрған лидерларымызға ақыл үйретпей қояқшы. Мен бұны мысал ретінде әрдайым нені айтам? Абай жолын оққан болсаңыздар, Абай жолының киносын көрдіңіз ба, кітабын оқыдыңыз ба, сол жерде естеріңізде болса, бір Абайдың бір қатты қынжылған кезеңі болады, қиналған кезеңі болады. Құнанбай, жаңа әкесі Құнанбайдың, ол енді өте бек болған адам ғой. Керемет абыройлы, керемет сыйлы адам болған әкесі Құнанбай. Бірақ ол кісі үлкен дауларды шешкен, билермен отырып, бектермен отырып, не істеген, дауларды шешкен, шешім қабылдаған. Бұл шешімдердің ішінде де өте ауыр шешімдер қабылданған. Керемет ауыр. Абай жас бола тұра сол әкесінің қабылдаған шешімдерін түсіне алмай, қабылдай алмай, не істейтін? Мен баяғы оқып келдім ғой, Ресейде оқып келдім, анда да оқып келдім, мынаны білем дейді да, не істейді? Әкесіне кейбір нәрселеріне қарсы шығып, қабылдамай, кейде ақыл үйрете бастайтын. Сол кезде естеріңізде болса, Құнанбайдың бір қысқа кесіп айтқан бір жауабы барын естеріңізде болса. Енді сөз айтпай, мен есімде қалғаны, сен дейді, өзіңе дейді, Абайдай өзіңе ұл тауып тәрбиеле, сол кезде маған ақыл айтасың дейтін да. Жобасы солай айтты. Яғни, құрметті партнерлар, сіз өздеріңізді керемет ақылды, керемет білімді, тәжірибелі, ойбай, мен советник болдым, директор болдым, не болса мастер болдым деп барып спонсорларыңызға ақыл үйреткіш болып кетсеңіз, вот қашан сіз өзіңіздің спонсорыңыз сияқты сіздей өзіңізге партнер табасыз, оны жетілдіресіз, мықты лидер қыласыз, вот сол кезде ғана ақыл айтасыз. Оғанға дейін ондай спонсор бар екеніңізге шүкіршілік жасайсыз. Аллаға мыңда бір шүкірлік жасайсыз. Ана ренжіп, шағымданып, өсек айтып, жамандап, оның арты ешқашанда жақсылыққа апармайды. Сіздің спонсорыңыз перелив беруге міндетті емес. Оны мен тағы да айтайын. Неге міндетті емес? Енді ойлаңызшы, бұл өзіңізге негізі жақсылық ретінде жасалған нәрсе. Қараңыздаршы. Мысалы, сіздің спонсорыңыз ауырып қалды. Или өмірде бір қиын жағдайлар болады ғой. Неше түрлі қиын жағдайлар болады өмірде. Спонсорыңыз бір қиын жағдайға тап болды. Жұмыс істей алмай қалды. 1-2 ай бизнес жасай алмай қалды. Ал не істейсіз? Не істейсіз? Сізге ол кісі адам шақырып атқан жоқ, бизнес құрып атқан жоқ. Ал не істейсіз? Сол аузына қарап, жас балаша аузына қарап отырасыз ба? Жоқ. Яғни, онда тағы да кінәлайсыз онда, спонсорыңызды. Ал делік, мысалы, мен қазір білем, сондай примерлар бар бізде командамызда.
мысалы спонсорыңыз қатты ауырып шалдығып операция жасады да, үлкен қиын бір операция, 1 ай 2 ай жұмыс істей алмай қалды. Ал не істейсіз? Не істейсіз? Ішкі аяғыңызбен істеп жатсыз, 2 аяғыңыз бірдей теңесті, ал не істейсіз ары қарай? Переливный ножкаңызды сіз спонсорыңызға сеніп алғансыз, ол жерде адамыңыз жоқ, спонсор адам беруді тоқтатты ма, бітті, товар оборот жоқ. Ал не істейсіз? Спонсорыңыз жаман ба? Или компания жаман ба? Или бинарный структура жаман ба? Көрдіңіздер ма? Міне управление риском, яғни тәуекелді басқара білу дегеніміз осы. Бұл кез келген бизнеста бар. Мынау болып қалса қалай болады? Мынау болып қалса қалай болады? Сіз кәсіпкер, бизнесмен ретінде бұны қазірден ойластырып, сол жағдайдың болмауына барлық қолыңыздан келетін істі іске асыруыңыз керексіз. Отырып, спонсор неге маған бермейсің деп, жертва болып, жан жағыңызға шағымдана бергенше, алыңыз өзіңізге жауапкершілікті, істеңіз ісіңізді. Ал енді қараңыз, сіз өзіңіз де спонсорсыз ғой біреуге. Сіз бір аяғыңызды ғана дамытқан кезде не болды? Сіз де перелив бермей жатсыз басқасына. Солай емес пе? Көрдіңіз бе? Өйткені сіздің ішкі пиғылыңыз, ішкі ниетіңізде кішкене шикілік бар да. Өзіңіз, мен барлық шақырған партнерларымды тек қана ішкі аяғыма салып, ақшаны өзіме ғана басып қалайын деген. Ал менің екінші аяғымды, спонсорский аяғымды менің спонсорым жасасын. Ол сізге міндетті емес жасауға. Мен кеше орысша айтқан кезде мынандай бір мысал келтірген болатын. Мысалы, традиционный бизнеста мысал келтірейікші, кейбір адамдарға түсініксіздеу болады менің айтқаным. Новичоктар болса кейде түсінбей жатады. Енді қараңыздаршы, мысалы делік, сіз бір бизнеспен айналысқыңыз келеді. Қолыңызда бір 20 миллион теңге ақша бар. Традиционный бизнеспен айналысқыңыз келеді. Бардыңызда не істедіңіз? Өзіңізге таңдадыңыз. Мен аяқ киім сатқым келеді. Бутик. Сонымен жаңадан бастамай, менің бір танысым бар еді, сол өзінің бизнесін сатқалы жатыр делік. Не істедіңіз? Омен келістіңіз, есеп қисабыңызды жасадыңыз да, 20 миллион теңгеге товарымен, орнымен, бүкіл бизнес сатып алдыңыз, клиентімен, бәрімен. Сатып алдыңыз. Все, құжаттардың бәрі реттедіңіз, все, бизнес сіздікі. И енді понедельниктен бастап жұмыс істеу керек қой. Бутикті ашу керек, тауар сату керек, клиенттерге жауап беру керек деген сияқты. Ал енді сіз барып жаңағы сол бизнесті сізге сатқан адамға айтсаңыз, мен понедельник, вторник, среда 3 күн ғана жұмыс істеймін, четверг, пятница, суббота сен шығып, сен сатуың керексің деп айтса. Яғни бизнес сатқан адам не дейді сізге? Айналайының баласы, мен бұл бизнесті саған көрсеттім, дайын түрде бердім. Андай енді кейбір поставщик, мынау ақпараттан кейде көмек керек болса айтайын, көмектесейін. Алғашқы қадамдарыңда, алғашқы 1-2 айда көмектесейін. Бірақ бұл бизнес сенікі, сен өзің дөңгелетуің керексің. Енді ойлаңызшы, солай күлкілі естіледі, ойлаңызшы, сізді бизнесті бұрынғы иесіне не істейсіз? Четверг, пятница, суббота аптасының жартысын сен істейсің, жартысын мен істеймін деген талап қоясыз. Күлкілі ма? Күлкілі. Сырттан қарасаңыз бір ақмақтың сөзі ма? Ақмақтың сөзі. Тура сол сияқты, құрметті партнерлар. 2 аяқ, біреу 50% мына аяғыңыз, 50% мына аяғыңыз ғой. Яғни сіздің бизнесіңіз 2 аяқтан құралған. 50-50%-дан. Енді сіз тек қана бір аяғыңызбен ғана істесеңіз, демек сіз бизнесіңізді 50%-ға ғана жүргізіп отырсыз деген сөз. Қалған 50%-ын спонсорыңызға артық жүк ретінде артық қойғансыз, бітті. Ол не деген сөз? Ертең бұндай схема, мен сізге айтайын, бір 3 айға ғана жұмыс істейді бастапқыда. Өйткені неге? Спонсор әрдайым, яғни мысалы ойлаңызшы, бұл бизнесте 1 жыл, не болмаса 2 жыл жұмыс істегіңіз келсе, сіз ойлайсыз ба, сізге 2 жыл бойы спонсор сізге перелив беріп келеді деп ойлайсыз ба? Оның басқа жұмысы бар шығар. Ол ертең бәлкім
бір жылдан кейін бұл бизнес жасамайтын шығар. Біле алмайсыз ғой. Бұл бизнес сізге керек. Неге сіздің табысыңыздың 50%-ын сол спонсор істеп беру керек? Ақшаны сіз тауып отырсыз. Спонсорыңызбен ақша бөліспейсіз 50-ге 50. Перелив бергенше сіз оған ақша төлемейсіз. Бірақ почему-то одан сұрайсыз. Көрдіңіздер ме? Енді көп адамдар тағы да үлкен қателік жасайды. Адам тіркеген кезде, бұл партнердің өзінің қателігі да. Сен давай кір, бір аяғымен ғана жұмыс істейсің, мен бір аяғына перелив беріп тұрам деген қате ой салады өзінің болашақ партнерына. Олай істемеңіздер. Өйткені сіз не істедіңіз? Бұл адамға келісім шартқа отырып алғандай боласыз. Баяғы сен екі аяғың ғана болады, бір аяғын мен істеймін, бір аяғын сен ғана жүргізесің. Енді ойлаңыздаршы, сөйтіп айтқан адамның өзінде екі аяқ бар. Ол барып еще тіркеген адамның бір аяғын өзіне алып алса, не қалды сізден? Көрдіңіз бе? Сіз оны істей алмайсыз, ондай жауапкершілік алмаңыздар өзіңізге. Көмегіңіз тие ма? Болады. Болмай ма? Болмайды. Ешкімге ренжімейді. Енді құрметті партнерлар, уақыт біраз өтіп кетіпті. Негізі өте ауқымды бір тақырып. Бұны негізі сағаттап отырып, разбор жасап айтуға да болады. Сондықтан да енді қысқа да нұсқа ойымды жеткіздім деп ойлаймын. Егер бір нәрсе қате кеткен болса, бір нәрседе қайта айтқан болсам, ол менен. Егер пайдасы тиіп, түсінікті болып, керемет ақпарат алған болсаңыз, бәрі Алладан. Құрметті партнерлар, барлықтарыңызға көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, менің таңғы жаттығуларыма қатысып отқандарыңызға. Осы жерге менің сілтемемен келіп отқан новичоктар болса, міндетті түрде бұл бизнес, бұл өнім сіздерге қызығушылық танытып жатса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Сіздердің ал енді басқа новичоктар болса, кім сізді шақырды, міндетті түрде шақырушыңызбен хабарласыңыздар. Бизнесте бірге болайық. Ешкімнің рызығына таласпасын, көз салмасын. Сіздің рызығыңыз ешқайда кетпейді. Аллаға тәуекел етейік, көп шүкіршілік жасайық. Барлығыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше. Қош, саламатта болыңыздар. Инстаграм сәлем, телеграм барлықтарыңызға сәлем. Рахмет, Мақсат мырза. Күшті сабақ болды. Барлықтарыңызға көп